Өмір бізді ренжітпейді, ренжітетін адамдар. Өмір бізді күйдірмейді, күйдіретін адамдар. Көңіліңіз қалып жатса, адамның оған барысы. Өмір жай ғана өтіп жатыр. Өмірдің жоқ түк қатысы. Адамның көңілі қалған кезде, оған бәрібір болып қалады. Ештеңені түсінуді де, түсіндіруді де қаламайды. Адамнан адам бекер алыстамайды. Не тілмен, не тірлікпен, көңілге тиетін дүниенің салдарынан. Жақының жатқа, жат жақыныңа айналатын сәттер болады. Кейбір адамдар бізді төмендетіп, сыртымыздан айта берсін. Ең бастысы, Алланың алдында дәрежеміз жоғары болсын. Бір жүректер бар, қанша ренжітсең де жек көруді білмейді. Бір жүректер бар, қанша құрметтесең де жақсы көруді білмейді. Қазақта мақал бар. Ит өз құйрығын өзі алып жүрмесе, оны кім алып жүреді деген. Оның мәнісі, адам өз көңілін өзі көтеріп жүру керек деген сөз. Ең алдымен, өзіңе өзіңнің көңілің толатындай жүр. Ал басқалардың пікірі ең соңғы орында тұра берсін. Дүниеде ең жек көруге лайықты кім екендігін білесің бе? Ол жүрегіңе екі жүзді болып кіріп, көңіліңе түкіріп, ластап кеткен адам болып саналады. Гүлге мөлшерінен артық су құйсаңыз, шірейді. Кісіге де мөлшерінен тыс құрмет көрсетсеңіз, құтырады. Қадіріңді білмейтін адамдар үшін босқа арпалыспаңыз. Оларды лайық адамдарына қалдырыңыз. Және артыңызға қарамаңыз. Бақыт байдың сарайында да, кедейдің лашығында да болады. Бақыт тек бағалай алғанның басында, қадірлей білгеннің қасында. Адамның өзгергендігінің екі маңызды негізі бар. Біріншісі, ол көп нәрсені үйренгендігінде болса, екіншісі, жаны қатты жараланғанында болады. Жақсы адам сөзді түсінсе, сөздің сырын іздейді. Жаман адам сөзді түсінсе де, сөздің шірігін іздейді. Саған сенетіндерді, сені сыйлайтындарды, сенің қадіріңді білетіндерді ғана бағала. Солар ғана сені бағалай біледі. Басқаларға уақыт жоғалтпа. Өмір сен ойлағаннан да қысқа. Кейбір адамдар өзіне емес, өзгеге көп талап қойғыш. Өзгелерді кінәлауға құмар болады. Шындығында, біреуді кінәлаудан оңай нәрсе жоқ. Кінәмшілдік көп жолды бөгейді. Қалыпты өмір сүруге кедергі келтіреді. Көп нәрсеге көз жұмып, пендеміз ғой деп, кешірімді болған сайын, кейбір жандар өзін періште сезініп, басынып, басыңа шығады екен. Кейде күліп, қуанғым келеді, кейде ашумен жылағым келеді. Шерімді тарқатып, бар даусыммен Алладан көмек сұрағым келеді. Өмірде қатты қиналған кезде өзімді ұстап шыдағым келеді. Мен Алладан ештеңе сұрамаймын. Себебі, ол мен айтпасам да бәрін біледі. Мен тек одан жасаған қателіктерім үшін кешірім сұраймын. Бұл өмірді барлығы әділдейді. Мына тағдыр адамның жанын жейді. Тірісінде мақталған адам бар ма, тек қана өлген кезде қадірлейді. Адам бір нәрсеге қолы жеткенше әрекет етеді. Қолына тиген соң, бір жерге ысырып қояды. Шынайы құнын оны жоғалтқанда ғана түсінеді. Өмірде ең қымбат адам, ол бір анадан шыққан бауырларың.
Бірақ қатыгез тағдыр бір анадан шыққан бауырларды да бір-біріне бөтен қылып қойды. Өмірде екі адамды ешқашан ұмытпаймын. Мұқтаж кезімде жанымда болғанды және қиын заманда жалғыз тастап кеткенді. Байлық басты мұрат емес. Қарапайым болу ұят емес. Адам болып келген соң өмірге, адам болып кету басты міндет. Біреуден ізет көргің келсе, өзің көрсете біл өзгеге құрмет. Тілден зікір, көңілден пікір. Әр жағдайда айтпа, қадірсіз боласың. Барлығына сене берме, жолда қаласың. Әр құпияны ашпа, жалғыз қаласың. Адамның көзі оның ішкі дүниесін көрсететін айна іспеттес. Сондықтан жанымыз ауырғанда жанарымызды ешкімге көрсетпей, бұрып әкетуге тырысамыз. Мен жайлы не ойласаң да ой сенікі. Өмір менікі. Өміріме өзгелердің ойы мен сөздеріне орын жоқ. Біреуге ұнауға міндетті емеспін. Өзіңді шаршатпа. Көңілі толмайды бұл адамдардың. Үндемесең мылқау, сөйлесең дөрекі деп санайды олар. Қателердің мың түрін жасайды да, саған келгенде сенен мінсіздік іздейді. Сөзге бола жұлыспа, ашуланба, ұрыспа. Өз қатеңмен күресіп, өз өміріңді дұрыста. Өмір деген осы. Бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кетті екен деп, өмір өзен ағысын өзгертпейді. Барлығы сені ашуланып, ұрсады деп ойлаған жерде сабыр сақта. Барлығы сені тізерлеп жылайды деп ойлаған жерде күлімде. Адамдарға ешқашан әлсіз тұсыңды көрсетпе. Өкінбе, жалғыз жүрмін деп, несіне өмір сүрдім деп, бәрінің де аты жалғыздық, келеді бәрі бір-бірлеп, кетеді бәрі бір-бірлеп. Кейде менің көп уақыт үндемеуім көңіл күйімнің жоқтығы емес, маған негізі үнсіз жүрген көбірек ұнайды. Басыңа қайғы және жоқшылық келген кезде жаныңда досың болуы керек. Ол екеуі бірі шүкір, бірі сабыр. Ең сенімді адамды көргің келсе, айнаға қара. Себебі сен жылағанда ол күлмейді. Ақша дейміз, жармасамыз, ақша үшін санасамыз. Ақша үшін бәрін сатып, ақшаға біз таласамыз. Ақша адамды батыр қылады, ақша адамды кәпір қылады. Ақша адамды биік қылып, ақша адамды төмен қылады. Ақша адамды сынап көріп, ақыр соңында алып тынады. Аллах кейде ең әдемі есіктерді ашу үшін құлын өте тар есіктен өткізеді. Тура жолмен қанша жүрсең де, қисайған көлеңкеңнен кемшілік табатындар болады. Үміт үзбе, бір ісің оңбағанда, қайғы мен мұң басыңа орнағанда, аспандағы күнді де байқамас ек, қараңғы түн, қара бұлт болмағанда. Жақсыларды жүрсеңдер жамандамай, өмір сүрер едік қой алаңдамай. Қадірі бір адамды ит қылатын, ит құрлы, қадірі жоқ адамдар-ай. Өмірің өксітіп жылатпасын, қол жайып наданнан сұратпасын, жалғанда жаратушы жар болып, сансыз сынақтардан құлатпасын. Асықпайтын уақытта асығамыз, ақиқатты несіне жасырамыз. Жолға шықсақ, жетуге асығамыз, жете салып, кетуге асығамыз. Таңда бала бақшаға асығамыз, түнде алар ақшаға асығамыз. Мүлт кеткенді тергеуге асығамыз,
Біреу өлсе, жерлеуге асығамыз. Таныса сап, дайынбыз достасуға, амандассақ, қаяуымыз қоштасуға. Үйлене сап, жатамыз ажырасып, асығамыз болуға тағы ғашық. Жағаласып, сандалып, сабылысып, жүгіреміз қашанда алып ұшып. Төзім құрып қалған ба тағат тозып, әлде жүрегіміз кеткен бе сағатша озып. Уақыт жоқ деп уақытқа бас ұрамыз, осы біздер қай жаққа асығамыз. Тағдырдың өткір қабағы жаныңа уайым салады, басыңнан өткен әрбір сәт өмірдің берген сабағы. Саған әрбір ісіңе Тәңірдің бар ғой жауабы. Сабыр мен сенім біріксе, таусылмас өмір ғажабы. Адал бол, әркез адам бол, біткенше өмір парағы. Көмектесіп талай рет, бір рет қана жоқ деші. Көмегіңді ұмытып, қалар саған өкпесі. Мың жақсылық жасасаң, бір жамандық жоқ қылар. Жақыныңды сол үшін қарғамашы, сөкпеші. Бар дегенді байқамай, жоқ дегенді байқады. Сен туралы бір күні ол біреуге айтады. Көңіліңе алмағың, көмегіңді аяма, адамдардан қайтпаса, бір Алладан қайтады. Өмір шыңға шыққанмен бірдей. Асықпай шығасың, зымырап түсесің. Маған жоқ деген адамдарға алғысымды білдіремін. Себебі солардың арқасында бәріне өзім қол жеткіздім. Бас қатырар жайым жоқ өсекке мен, жай жүрсең де қалмайды өсек деген. Қызыл тілге сүйінген пендеге емес, жаратқанның алдында есеп берем. Ақталмаймын және де ешкімге де, жазғыруға хақы жоқ ешкім мүлде. Періште емес бәріңде қателік бар, кемшіліксіз пенде жоқ жер бетінде. Ұнамайын, ұнауға тырыспаймын, тірлік үшін жағынып жуыспаймын. Ей адамдар, түзегін өздеріңді, өз қатемді мен өзім дұрыстаймын. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі контентті қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыз.